дедім ғой, сен жерге деп айтудан шаршасаңыз және де бұдан ешқандай нәтиже көрмесеңіз, осы видео сізге көмекке келеді. Сәлем! Каналына қош келдіңіз. Есімім Нұрбақыт, 28 айлық қалдырғанның анасымын. Осы видеода баланы қалай дәрет сындыруға үйрету жайлы әңгімелейміз. Баланы дәрет сындыруға үйретуде мен не жасамағанымды айтып кетейін. Ең бірінші, мен баланы ұялттырмадым. Яғни, масқара, ятай, бұтыңа сиіп қойғаның не деген сияқты сөздерді мүлдем айтып көрмегенмін. Себебі осы сөздердің барлығы баланы ұялттыруға арналған. Жай ғана шалбарын ауыстыру керек екенін айттым. Кел, мен саған шалбарыңды ауыстыруға көмектесейін, басқасын бізге кию керек деп қана айтатынмын. Екіншіден, баланы салыстыру. Ана бәленшенің баласы туалетке өздігінен отырып сиеді екен, сен неге симейсің? Кәне си. Немесе, әне қараш, ана баланың іш киімі сондай әдемі екен. Сен де сондай кигің келеді ме? Дегендерді мүлдем айтып көрмеппін. Үшіншіден, балаға қысым жасау. Өзінің туалетін сол белгілі бір шаруасын атқарғаны үшін оны мадақтап, қолпаштап, содан бір үлкен мереке жасап, оған сол істі жасаған үшін белгілі бір тәтті нәрсені беріп, сен мынаны жасағаннан кейін мен саған мына нәрсені берем, немесе мынаны жасап болғаннан кейін екеуміз мына нәрсені жасаймыз деген сияқты келіссөздер жүргізуден аулақпын. Ал егер баланың өзі сол қолынан келгеннен өзін мақтан тұтып, сосын сізбен бөліскісі келген кезде, әрине сіз оның қуанышына ортақтасасыз. Мақтаған емеспін. Мені жарайсың, қолынан келді, деп. Одан қалса кез келген сыйлықтарды ұсынбағанмын. Төртіншіден, туалетке баланы қинап отырғызу. Бұл жерде мен өзімнің шынымды айтуым керек. Балдырғаным жерге сиіп жатқанын көрген сәтте, бірден оның қасына сол туалетін жақындатып қойғаны үлкен қателік болғанын байқадым. Себебі тура сол сәтте туалеттің қасына әкелуімен өздігінен туалетке отыруына деген қалауын қашырып жіберген сияқтымын. 2-3 рет осылай жасағанымнан кейін ғана бұл нәрсенің мүлдем дұрыс емес екенін түсіндім. Оның орнына балдырғаныма өз денең саған қандай белгі беретініне құлақ ас, немесе өз денеңді тыңда деп айтатын болдым. Мен осылай балама сенім артып, осы ситуацияның барлығы өзінің бақылауында екенін көрсетуіммен, ол өзінің денесінің мүмкіндіктерін байқай алатын болды. Бесіншіден, тұрақтылықты күтпедім. Кейде барлық шаруаларды өзінің туалетінде атқарса, кейде қатты ойнап кеткенінен бе, әлде кейде табандары тоңып қалғаннан ба жіберіп қояды. Соның барлығын түсінгендіктен, мен баламнан ешқандай мінсіз тұрақтылықты күтпеймін. Осы видеода қолданып жатқан туалет деген ұғымды үлкен ересектерге арналған ақ нәрсе деп ойлап қалмаңыз. Мынау балаларға арналған осы затты айтып жатырмын. Жалпы менің балдырғаным әлі кішкентайынан бері осы нәрсеге бүкіл шаруаларын атқарып жүр. Сондықтан туалет деп үлкен ақ нәрсе деп ойлап қалмаңыз. Мына нәрсені айтып жатырмын. Сізде мынандай сұрақтың туындауы әбден мүмкін. Қай кезде баланы туалетке отырғызуды бастаған жөн? Жауабы өте қарапайым. Бала туыла салысымен оның кіші дәретке, үлкен дәретке деген қатынасының негізін қалай бастауыңызда. Дұрыс естідіңіз. Нәресте кезінен бастап оның барлығын сіз қалыптастырып та жатырсыз. Мұнда сіз сол нәрестенің жөргегін ауыстыруды емес, нәрестемен жөргегін ауыстырамыз деген ойды қалыптастыра бастағаныңыз жөн. Себебі бала туыла салысымен онымен коммуникациялауды бастайсыз. Яғни киімін киіндіріп, шешіндіруге көмектесіп жатқан кезінде қай дене мүшесін ұстап жатқаныңызды, мысалы, аяғыңды сенің қазір көтеріп жатырмын деген сияқты сөздерді айтасыз ғой. Тура осы сәтте сіз балаңыздың қай дене мүшесін ұстап жатқаныңызды анатомиялық атаумен айтқаныңыз жақсы. Міне жоғарыдағы мына видеода осы баланың дене автономиясы жайлы, оның ішіндегі дене мүшелерінің толық анатомиялық атаулармен атауы жайлы толықтай ақпаратпен бөлісіп шықтым. Сізге пайдалы болады деген ойдамын, қарап көріңіз. Сонымен жаңағы айтып кеткен баламен жөргекті кез келген киімді ауыстырудағы белгілі бір сіз жасап тастағыңыз келетін шаруа емес,
керісінше байыппен баламен бірге қатынас орнатуға арналған ерекше рахаттана жасайтын процесс ретінде қарай бастасаңыз, бұл сәттердің қайтадан қайтып келмес екенін ұғынатын кезде осы уақыт. Сосын тағы да бір ерекше көңіл бөлетін нәрсе, баланың кіші дәретіне де, үлкен дәретіне де фу, кетті ғой деген сияқты деградациялық, оны ұялтыратын сөздерді пайдаланбауды осы кезден бастап қолға алу керек. Баланың дәрет сындыруға деген жолының барлығы осы нәрестелік шақтан басталатынның тағы бір себебі, нәрестелік шақтан бастап балдырған атанам дегенше, осы жолдың барлығында бала аяғын, сирақтарын көтеруі, жаңағы киімін өзі көтеріп, немесе төмен түсіруі, қыстырмаларын қыстыруы, жөргектің қыстырмасын болсын, кез келген киімінің қыстырмасын қыстыруы, одан қалса сол жөргектің өзін қолысқа дейін өзі лақтыра алатын жағдайға келеді ғой. Соның барлығы оның күнделікті қайталама істердің жасалуы, яғни сол процестердің барлығы бірте-бірте күнделікті қайталанып жасалғандықтан үйреніліп кететін процестер ғой. Балалар ересектерден тек қана бүкіл процестерді, осы тіпті дәрет сындыру сияқты процесті асықпай, байыппен, ерекше жаңағы көңіл бөле отыра, оларды бақылай отыра жасап, сол процесті іске қосуларын ғана қажет етеді. Жөргектер демекші, бала туыла салысымен оның терісін қажатпайтын әрі ақша жағынан тиімдірек болып табылатын жөргектердің түрлерін іздестіріп жатқан кезімде мен бір тамаша жөргектердің түрімен таныстым. Яғни олар матадан жасалынған, экологиялық түрде таза болып шықты. Бірден осылардың 3 данасына тапсырыс бердім. Кейбір ата-аналарға бұлар жақпауы мүмкін, кейбіреулеріне қатты ұнап та жатады. Біз үшін бұлар өте тамаша құнды зат болды. Табиғатқа ешқандай зияны жоқ, әрі баламның қауіпсіздігі үшін осы жұбайым екеуміздің сатып алып байқап көрейікші деген шешіміміздің өте тамаша болғанын әлі күнге дейін мақтанышпен айта аламын. Енді біз үшін тамаша жұмыс жасаған тәсілдерді айтып өтейін. Ең біріншіден, шамамен баламның 14 айынан бастап баланың жөргегін, мына жердегі көрсетілген жөргекті тұрып, оны баланы тұрғызып тұрып ауыстыруды бастадым. Өйткені бала үшін бір орында жата беру қатты қиынға соғатын. Әлемді шарлау керек қой, әлем қызық қой, не болып жатқаны. Бұл жерде айта кететін бір жағдай бар. Балада диарея болып жатса ше, іші қатты өтіп жатса ше, сол кезде де тұрып, баланы тұрғызып тұрып, жаңа жөргегін абайлап, ашып, сосын оның барлығын жаңағы абайлап жуып, солай да өткен күндер болды. Жөргектерді ауыстырған кезде міндетті түрде мен балама, мен оның денесімен не жасайын деп жатқанымды айтатынмын. Мысалға, мен қазір сенің шалбарыңды төмен қарай шешейін деп жатырмын. Немесе біз қазір жөргектерді бірге ауыстырамыз. Мен қазір жөргегіңді шеше бастаймын деп айтатынмын. Немесе баламның мүмкін өзі маған көмектескісі келетінін, яғни шалбарын өзі мүмкін төмен түсіргісі келмейтінін сұрайтынмын. Тағы да маңызды екінші нәрсе болып табылатын тәсіл, тура сол 14 айынан бастап оның туалетке деген жаңағы таныстығын жүргіздім. Яғни бөлменің бір бұрышына туалетін қойып қойдым. Яғни ол соң қарап жүретін, көретін, яғни таныстық солай басталды, ал былай керемет оған қызығушылық болған жоқ. Кітаптардан көрдік, міне туалет не үшін екенін белгілі бір кітаптарымыз бар, сол кітаптардан ол байқап жүретін. Не үшін қажет екені. Бірақ оған белгілі бір жаңағы кіші дәретінде, үлкен дәретінде отырғызып, оны жаңағы қинап, ондай болған жоқ. Жалпы мен баламның күндіз бойы жөргексіз жүруін қадағалап отырдым. Туыла салысымен оны бесікке бөледім. Өйткені жаңағы бесікке бөлегенімнің себебі осы жаңағы балама ешқандай жөргектерді мүлдем жақындатпау болған болатын. Ондай бір керемет жаңағы жөргектерге қарсылығым жоқ, бірақ балам туыла салысымен оны бесікке бөледім. Бірақ бесіктермен бізде мүлдем бөлек оқиға болды. Оның 3-4 айында дәрігерлерден оның аяқ буындарының дұрыс дамымай қалатынын естігеннен
кейін бірден жаңағы бесіктен шығарып тастаған болатынмын. Бірақ сонда да осы жаңағы бесіктер бізді 3-4 айға дейін осы жүргектерсіз, мүлдем жүргектерсіз жүруге мүмкіндік туғызды. Сондықтан да оған алғысым шексіз. Ал былайынша күндіз бойы жаңағы бесіктен бала шығып кетті. Күндіз бойы біз үйде болсақ, жүргексіз, яғни жаңағы қайта оның жаңағы киімін ауыстырумен болдым. Бізде қаншалықты көп реттік пайдаланылатын жүргектер пайда болса да, оны күндіз бойы біз үйде болсақ, жүргексіз ұстауға тырыстым. Ал былай сыртқа шығатын кезде, далаға шығатын кезде міндетті түрде осы менің сүйікті көп пайдаланылатын жүргектерді киіп жүрдік. Осы жүргектер бізді 2 жас 3 айға дейін құтқарды. Яғни толық жүргектерсіз жүре бастаған баламның уақыты ол 2 жас 3 айға толғанында болды. Ал күндіз бойы ешқандай жүргексіз жүретін біз үнемі қайта жаңағы шалбарын ауыстырып, үнемі қайта кейбір кезде жаңағы қызықса туалетіне өзі отыратын, қызықпаса бұтына жіберетін. Сондай болды. Ал толығымен осы жүргектерге сау деп айтқан кезіміз осы 2 жас 3 айы. Оның алдында жаңағы оған дейін түнде міндетті түрде жүргектерді киіп жүрдік. Себебі маған түнде де ұйықтау керек, сондықтан күніге түнде әрі кетсе 2 жүргекпен жаңағы ауыстырып, түн ішінде тұрып, оны ауыстырып, түнге ғана 2 жүргек кететін бізде. Бұл жердегі айтылған ақпараттың барлығы менің балдырғанымның жолын көрсетеді. Сіздің балаңыздікі мүлдем өзгеше болуы әбден мүмкін. Және бұл қалыпты жағдай. Қорытындыласақ, ересек ретіндегі сіздің жұмысыңыз балаңыздың осы туалетке деген жағымды, позитивті қатынасын орнатуға көмектесу. Өзіңізге және балаңызға түсірілетін қысымды алып тастасаңыз болғаны. Бала өзі туалетіне отырып, кіші дәретін, үлкен дәретін атқарғысы келсе, ол жақсы. Ал оған мүлдем отырмаймын десе, ол да жақсы. Кіші дәрет, үлкен дәрет, бұның барлығы сіз қадағалайтын нәрсе емес, сіздің құзыретіңізде емес. Себебі ол сіздің денеңіз емес қой. Видеоның соңына дейін тамашалағаныңызға үлкен рахмет сізге. Лайк басып, каналға әлде де тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңызды сұраймын. Комментарийге сіздің балаңыздың қалай жаңағы туалетке деген қатынасы жүріп жатқанын жазып қойыңыз. Сізбен кездескенше сау. Сіз әлі біткен жоқсыз. Мына видеода бала сізге айқайлай берсе, қалай онымен жұмыс жасауға болатыны жайлы пайдалы ақпаратпен бөлістім. Және де төмендегі видеода баланы сүттен шығаруды ойластырып жүрсеңіз, осы пайдалы ақпарат сізге көмектеседі деген ойдамын. Рахмет.